Сәлем народ, қалайсыздар? Бұл видеода мен сіздерменен Каспий KZ қосымшасы арқылы, яғни супер приложениясы жайлы қосымша ақпараттар беретін боламын. Бұл қосымшаны барлықтарыңыз білесіздер. Еліміздегі номер 1, оны мойындау керек, оған тең жоқ. Халыққа деген қызмет түрлері, халыққа арналып істелінген бұл қосымшаның дизайнерлік оформлениясы, яғни приложениенің доступны дейді ғой. Мысалы басқа қосымшаларға кіресің, регистрация жасаудың өзі негізі жыр. Жаңағы фотоға түсіріп бүйтіп жаңағы верификация жасаған кезде де оларды өте қиын, а Каспий жағында онда мүлдем ешқандай проблема жоқ. Оны мойындау керек. Өте мықты жасалған жаңағы приложение. Каспий KZ қосымшасының басшысы Михаил Атадзеге, Каспий KZ компаниясының жаңағы программистері командасына үлкен рахметті білдіруіміз қажет ол жағынан. Для народа дейді ғой, халық үшін жасалған нағыз қосымша ретінде мен оны толығымен аузына көпіріп мақтырып айта аламын. Барлықтарыңызға белгілі, бұл қосымшада біз элементарный жаңағы аударымдар адамдар арасында қызмет түрі барын бастап, яғни сол түрден платежи ретінде біз жаңағы минимальный единица салудан бастап қазіргі таңда жаңағы мемлекеттік бюджетке төленетін төлемдерді төлеуге, қарыздарды ИП бойынша қандай бір белгілі бір жаңағы төлемдер, страхование, социальное отчисление, пенсионный взносы, жаңағы мемлекеттік қызмет түрлері, яғни автокөліктердің номер тіркеу, жаңа номер алу, ИП жасау, ИП ашу, точнее регистрация ИП, және де тағы да соңғы алдыңғы аптада қосылған мемлекеттік қызмет, ол егов сайтында алуға болатын алдында, немесе егов мобайл мемлекеттік қосымшасы алу арқылы алынатын қызмет болған, ол цифрлы документтерді, яғни жүктеу. Оны енді біз Каспий KZ қосымшасы арқылы да аламыз, және тағы да бір мүмкіндіктердің бірі ол Каспий Travel, яғни ЖД билеттер, авиабилеттерді алуға болатын, және Каспий магазин арқылы белгілі бір тауарларды наличка, яғни Каспий Gold арқылы алуға, немесе Каспий рассрочка, Каспий Ред алу арқылы мүмкіндіктері бар. Бірақ ол бізге бәрімізге белгілі. То, что бұл приложениені 11 миллион адам көретіні, оның барлығы белгілі. Бірақ бір уникальності бар бұл приложениенің. Бұл приложение секілді әлемде бұған тең приложение жоқ. Ондай не только популярный номер 1 в Казахстане, он единственный в мире. То, что бір приложенияның ішінде, яғни бір приложение ғой Каспий KZ қарады, соның ішінде қанша түрлі услугалар бар. Ондай услугасы бар приложениялар әлемде жоқ. Байқасаңыздар, мысалға пример ретінде айтайын, Яндекс, да, мысалға Яндекстің бір услугасын скачайтын болсаң, мысалға Яндекс Музыка, Яндекс Го, да, мысалға Яндекс әрқайсысы бөлек, Яндекс Го бөлек, Яндекс Почта бөлек, Яндекс Музыкасы бөлек, не бар тағы оның ішінде, Яндекс Диск бөлек, Яндекс Дзен бөлек, айтайын деген бөлек қой. То же самое Google Play бөлек, Google Market бөлек, там Google книга бөлек, Google Play бөлек, Google Pay бөлек, там Gmail бөлек, бәрін бөліп жасағанда, бір нәрсені алу үшін, бір фирманың қызметін алу үшін әртүрлі қосымшаларды скачать ету керек. Мысалға, ол невыгодно с одной стороны, былағанда, не как бы невыгодно. Шанс кетесің ғой, ана аккаунтқа кіресің приложениесі, надан кіресің приложенияға, и как бы разбросана, да, барлығы. Ал Каспий KZ бойынша ол жағынан ондай приложение жоқ, где финансовые услуги, коммерция и все виды жаңағы платежи болсын, госуслуганың барлығы бір неге қосымшаға біріктірілген ондай приложение әлемде жоқ. Оны дәлел ретінде жаңағы Каспий KZ қосымшасының басшысы Михаил Атадзе деген кісінің айтқан сөзі, мен ойдан шығарып отырған жоқпын, бұның барлығы мен көргенмін, оқығанмын, ақпараттар іздеген болатынмын, өзім енді баяғыдан бері интерес қолаймын да бұл компания жайлы. Бұл компанияны, получается, оказывается, Гарвард деген университетті білесіздер ғой, Америка құрама штаттарында. Сонда бизнес-школада осы Каспий KZ қосымшасы арқылы кейс оқытады екен, оказывается. Бір емес, уже бірнеше жыл болып оқытып жатқанына, то, что здесь, в Казахстане, яғни басқа елде осындай уникалды приложение бар деп, то, что такого приложения аналогов в мире жоқ деген, осы жаңа Гарвардтан профессорлар келіп, Каспий компаниясында жаңа интервью алып, Каспийдің жұмыс жүргізу процесін барлығын жаңағы интервью ала отыра, қазір сабақ оқытады екен. Оны мен өзім естігенде өте қуандым, өйткені технологический бум. Сол себепті бұл өте үлкен көрсеткіш болып саналады бізге. Жалпы өйткені Каспий қосымшасын біле арқылы олар тек қана Каспий қосымшасын ғана білмейді ғой, олар біздің Қазақстан Республикасына деген интерестері қызығады. Кейбірлеріңіз білесіздер, білмейсіздер, былтыр Каспий қосымшасы, яғни былтыр емес, былтырдың алдыңғы жылы, 20-шы жылы
әлемдегі ең ірі үштік жаңағы фондтық биржалар бар, фондовый рынки. Ол бірінші Нью-Йоркская фондовая биржа, екіншісі Токийская фондовая биржа, және үшіншісі Лондонская фондовая биржа. Сол Лондондағы фондовый жаңағы рынокта, яғни биржада IPO дейді, Каспий KZ қосымшасы өзінің акцияларын для привлечения инвесторов жаңағы первичное размещение жасаған, яғни акцияларын сатты да өздеріне ақша привлекать ету үшін для дальнейшего развития. Сондай привлечение болған болатын. И в этом плане они очень хорошо успешно IPO жасап, Каспий KZ қосымшасының қазіргі таңдағы рыночная стоимость компании оценится 10 миллиард долларов, 10 миллиард ақш долларына, яғни Қазақстандағы ең ірі технология компания ретінде есептеледі. Оның барлығы осы қазіргі Каспий KZ қосымшасының банкінің, точнее акционерлік қоғамының басшысы, акционері Михаил Ламтадзе атты кісінің арқасында. Өйткені ол кісі біздің еліміз азамат емес қой, енді біздің елде тұрып жатқанымен де ол кісі Грузин елінде туылған, сол жерде өскен, Гарвард университетінде білім алған. Кейін Россияда жұмыс істей отырып, инвестициялық компанияда біздің елге келіп, осы Каспий KZ қосымшасын басқарған. Яғни енді Каспий дегенді негізі баяғыдан білеміз ғой. Каспий банк деген банк Каспийский, ол баяғыдан бері бар. 2000 жылдан барып 90-шы жылдың соңында ашылған компания, банк қой негізі. Сол Каспий банкты 2007 жылы келіп, өз қолына алып, полный ребрендинг жасап, осы қазір біз білетін Каспий KZ қосымшасына ауыстырған болатын. Сол себепті ол кісіге бір үлкен рахмет ретінде айту керек, то что он создал такое приложение для народа, өйткені ол өте үлкен жетістік, былай қарағанда өте зор. Бұл неге айтып жатырмын, өйткені бұл компанияның мүмкіндігі өте зор. Біз қазір білеміз, бұл компания енді Қазақстанда ғана жұмыс істейді ғой, Каспий KZ. Бірақ в будущем в плане у них есть расширение. В данном случае ол көршілес біздің Өзбекстан Республикасына, және Каспий теңізі арқылы біздің көршілес еліміз Азербайжан мемлекетіне, яғни Каспий KZ қосымшасы сол елдердің нарықтарына ақырын кіруге қадам басып жатыр. Бізге белгілі мына Колесо, Крыша, маркет қосымшалары бар ғой. Соның жаңағы Каспий KZ емес, Михаил Ламтадзе атты кісі, жаңағы басшысы, сол компанияларда акционер болып табылады. Сол компанияларды байқасаңыз, жаңағы Колесода бар ғой, бір машина автокөліктерді қарасаңыз, оформить кредит Каспий деп тұрады. Это благодаря тому, что он акционер, и команда Колесо, и команда Каспий KZ бірігіп, получается, сондай қызмет түрлерін жеңілдеткен болатын. Ол да благодаря этому человеку, и ол кісінің жаңағы дальновидностьтің арқасында, бизнес идеялардың арқасында бізде сондай үлкен мүмкіндік жетіп жатырмыз. Біз негізі қадірін білмейміз ғой, Каспий KZ дейді де былай қоя береді. Негізі былай әлемдік көзқараста қарайтын болсақ, ондай қосымша әлемде жоқ, чтобы в одном приложении объединили все услуги. На Каспий Travel деп айтып жатырмыз. Каспий Travel деген өздеріңіз араларында білесіздер ме, білмейсіздер ме, Сантуфей деген қосымша болатын. Осыдан бірнеше жыл бұрын жаңағы авиабилеті, ЖД билет алуға болатын. Сол компанияны Каспий KZ қосымшасы сатып алып, получается, өздерінің қосымшаларын енгізіп, объединили в одно приложение, благодаря чему ЖД билет, жаңағы авиабилет алған кезде через Каспий Travel алуға болады, и сразу можно оформить его, егер ақшаларын в данном случае болмай жатса, в рассрочку там на 3 месяца, 3 айға, 6 айға деген сияқты ғой. Солай. Жалпы айтайын дегенім, бұл қосымшаны қолдаңыздар. Араларыңызда акциямен интерес қолап жүрген кісілер болса, осы Каспий KZ қосымшасының акцияларын сатып алып отырсаңыздар болады, потому что бұл перспективада қарайтын кезде бұл компанияның болашағы өте зор, өйткені Лондонда ол жай акциясын салған жоқ, он привлек иностранных инвесторов, получается, Goldman Sachs деген сияқты мировой финансовый конгломераттар бар, олар өте үлкен компаниялар ғой, енді әлем мойындаған, олардың портфолиоларында өте үлкен компаниялардың акциялары бар, и соның бірі Каспий KZ қосымшасы. Айтайын дегенім, онда өте крупный акционерлер, и сіздерге қызық болған болса, тоже можете приобрести, потому что перспективада долгосрочный жаңағы плане компанияның болашағы өте зор. Трейдинг емес, шорт емес, алып сатып, моментте құлап өскен емес, а вот в долгосрочном плане жылдарға салатын болса, алдағы 5 жылда бұл компания өте өседі. Мүмкін даже ала берса 50 миллиард, 100 миллиардқа дейін жетіп қалатын шығар, в зависимости от того, чем больше они рынки завоюют, и, соответственно, и бағасы өсе береді ғой. Сол үшін осы компанияның акцияларын тоже қарастырыңыздар. Солай. Давайте келесі видеолар тағы да салатын боламын.